Армысыз қазақ елі, ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамы құтты болсын. Әр шаңыраққа бақ пен береке тілейміз. Арнамызға жазылып қойыңыздар. Халықтың қолдауы арқасында бізде шындықты айтып, контент жасай берелік. Сонымен бүгінгі айтарымыз бір ғана тақырып. Ол 19 наурыз күні өткен сайлау. Әділдік үшін күшейген күрес. Сайлау қалай өтті? Кандидаттар асыға күтіп, соңғы бірнеше айда халықтың аузынан түспеген мәжіліс пен мәслихаттар сайлауда өтті. Орталық сайлау комиссиясы 19 наурыз сағат 22:15-тегі жағдай бойынша халықтың 54,19% дауыс бергенін хабарлады. Миллиондаған дауыстың кімдерге бұйырғаны алдымен экзит пол арқылы жарияланса, орталық сайлау комиссиясы ертеңінде жарияланған алдын ала қорытындыда сол сауалнамаларға жақын болып шықты. Жалпақ жұрттың жалпы сайлауға деген назары бұрынғыдан ерекше әрине. Халық кешегідей алданғысы келмейді. Өз дауысы үшін күресумен бірге бұл жолы сайлаудың әділ өтуінде қатаң қадалағысы келетіні байқалды. Қазақстанның өңір-өңірінен сайлаудың заңсыздығын әшкерелеген фото-видеолар әлеуметтік желілерге толып кетті. Біз бұл шығарылымда мәжіліс пен мәслихаттар сайлауын қорытындылап, басты жаңалықтарды шолып шықпақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстанда ең алғаш болып дауыс бергендердің ішінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев болды. Себебі президент 19 наурыз күні сағат 7-ден кете Астана қаласындағы 59-шы сайлау учаскесіне келіп дауыс беріп кеткен. Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайына келген журналистер хабарланған уақыттан ертерек келген президентті түсіріп үлгермей қалған. Атап өтсек, мұндай жайт осымен 3-ші рет қайталанып тұр. Фотосуреттер мен видеолар кейін тек Ақордадан тарады. Тоқаевтан бөлек журналистердің күткен адамы ол экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Бірінші президент Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының ғимаратында орналасқан 393-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Өз таңдауын жасап болғаннан кейін тілшілер Назарбаевқа сұрақ қоймақшы болған, алайда ол бірде-бір сауалға жауап берместен теріс айналып кетіп қалды. Экс-президентті 2 сағаттан астам уақыт күткен бақ өкілдері оған жақындай алмады. Қауіпсіздік кеңесінен неге кетіп қалдыңыз? Қауіпсіздік кеңесінен неге кеттіңіз? Жалпы елдегі шенеуніктердің көбі сайлау учаскелеріне таңынан келіп дауыс беруге асыққаны байқалды. Мәселен, үкімет басшысы Әлихан Смайылов таңертең Астанадағы ұлттық кітапхана ғимаратындағы нөмір 111-ші сайлау учаскесіне келген. Журналистер одан отставкасы жөнінде не ойлайтынын, жұмысты еңсере алды ма деген сұраққа не жауап беретінін білмек болды. Біз отставкаға кетеміз, бірақ жаңа үкімет құрылғанға дейін міндетімізді атқара береміз. Жаңа премьер-министр кім болатынын президент пен жаңа мәжіліс шешеді. Әрине біз кез келген өзгерістерге және еліміз үшін жұмыс істеуге дайынбыз деп жауап берді ол. В соответствии с Конституцией перед вновь избранным мәжілісом парламента правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку, и до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. А кто будет новым премьер-министром, это решать президенту и Мажилису парламента. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий, и мы всегда готовы работать на нашу страну. Настроение отличное. Былтырғы көрсеткіштермен мақтанған Смайыловтың бұл сөзі оны премьерлікке қаншалықты сақтай алады. Үлкен сұрақ. Әткенмен оның орынбасары Серік Жұманғарин белгілі бір деңгейде айыбын мойындады. Менің нәтижеге көңілім толмайды деп бірден жауап берді ол. Когда я пришел на эту работу, мне сказали, у тебя нет другой задачи, кроме как остановить инфляцию. И вот 7 месяцев на этой работе я только этим. Как вы думаете, вы справились с этой задачей? Я не совсем доволен результатом, сразу вам скажу. Журналистердің сұрағы қордаланып қалған тағы бір шенеунік антикор бастығы Олжас Бектенов. Біздің елде азаматтар бір айыппен ұсталған кезде, кейінгі кезде кінәсіздік презумпциясы сақталмай кеткен болатын. Журналистер Бектеновтен осының мән-жайын сұрады. Антикор басшысы өзінше ақталды әрине. Министрлер мен әкімдердің бәрі де дауыс беруге асығып, сұхбат бергендері жаңа Қазақстан жайлы айтумен болды.
Она действует абсолютно в отношении любого гражданина Казахстана. Это гарантировано Конституцией, поэтому здесь никаких вопросов нет. Ведь будет это госслужащий или любой другой человек, всегда этот принцип соблюдается. Ну, Здесь я например, не согласен. например, при задержании Мухаммеда Абжана вы сразу же выложили фамилию, имя. Фамилия, имя, но все эта информация до судебного расследования, она выкладывается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Есть соответствующие нормы по согласованию с прокуратурой. То есть, если это не вредит ходу досудебного расследования, то могут быть оглашены те или иные данные. Айтпақшы, ұлыс медиа келесі үкімет басшысы кім деген сұрақ бойынша арнайы сараптама жүргізіп көрді. Смайылов сөзсіз қанды қантардан кейінгі халықтың үмітін ақтай алмаған шенеунік. Жай статист ретінде дым бітірмей құр отырды. Ал халық болса қымбатшылықтан әбден қиналды. Мырс еткен Смайылов жоқ. Ал келесі премьер кім болмақ? Біздің редакция мына үміткерлерге назар салды. Олар Қанат Бозымбаев, Тимур Сүлейменов, Серік Жұманғарин, Ерболат Досаев, Әкежан Қажыгелдин және Мұхтар Жәкішев. Оқи отырыңыздар. Дәл қазіргі экономикалық жағдайда үкіметті кім басқарған жөн деп санайсыздар? Ашық алаңымызға ой қосып отырыңыздар. Вы же юристы, да? Вы же видите, как с нами обращаются? Вы видите, как с нами обращаются? Вот вы же юрист, адвокат, вы видите, как с нами обращаются? Нас издеваются. Я понимаю, что вы не полиция. Давайте, вызывайте. Жоқ, бұл монтаж емес. 19 наурыз күні Қазақстанның әр аймақтарындағы сайлау учаскелерінде болған масқара жағдай болар. Бұзушылық өкінішке орай өте көп болды. Бірақ шенеуніктер жаңа Қазақстан жайлы қанша айтқанымен сайлау басталған соң бірнеше сағаттан кейін тараған видеолар бұл сенімнің күл талқанын шығарып жатты. Бір адамның сайлау жәшігіне бірнеше бюллетень салуы, бір адамның бірнеше сайлау учаскесіне барып дауыс беруі, бір мандатты кандидаттардың бюллетенде есімінің жоқ болып шығуы, туыс үшін дауыс беруі, тізіп айта берсең тым көп. Алматы облысының Іле ауданы Байсерке ауылының тұрғыны Әділбек Утамбеков атты азамат алған 5 бюллетеннің ішінен Думан Мұхаммед Кәрімді таба алмағанын айтады. Ол Байсеркедегі 372-ші сайлау учаскесіне барып дауыс бермек болған. Мынаның ішінде Думан жоқ қой деп едім. Сол жердегілер біреуін алып қалып, бюллетеннің 4-еуін қолыма берді. Баршық деп қоймады, бой бермейді деп шығамданды ол Улус медиа порталына. Әйткенмен Алматы облысының аймақтық сайлау комиссиясы бұл ақпаратты жоққа шығарған, бірақ бір жыртықты жамағанымен екінші жағынан облыста басқа да шулар шығып жатты. Мәселен, Қарасай ауданында жәшікке бірнеше бюллетень салған сайлау комиссиясының хатшысы мен сайлау комиссиясының мүшесінің видеосы тарап кетті. Бұл жолы бұлтар алмаған аумақтық комиссия олардың міндетінен шеттетілгенін хабарлады. Алматыда сенімді өкілдерге тап берген адамның бірі тіпті әлеуметтік желіні шулатып кетті. Видеода жас жігіттің бақылаушылардың телефонын тартып алып, лақтырып, тіпті біреуін қылқындырғанын көруге болады. Маңғыстауда белсенді Әмен Елеусінов полиция қызметкерлерінің көзінше сейфте сақталған таза бюллетендерді тексеріп, қолданылмаған бюллетендердің арасынан билік партиясы белгіленгендерін алып көрсетті. Осындай видеолар Қазақстанның өңір-өңірінен келіп жатты. Тіпті Өскемен қаласынан заңгер Роман Честных Өскемендегі сайлауды жарамсыз деп тану керек деп жазды. Сайлаудағы мұндай бассыздықтарға бір мандатты кандидаттар да қарсы шығып жатыр. Қатты сынағандардың бірі ол Мұхтар Тайжан болды. Байқаушылар сайлауда дауыс беру аяқталғанымен дауысты санауға комиссия мүшелері мүлде асықпағанына назар аударады. Мәселен, журналист Дина Елгезектің жазуынша Алматы әкімдігі түннің бір уағында комиссия мүшелеріне қоңырау шалып, уақытты барынша созыңдар, хаттаманы бермеңдер деп зекірген.
Сайлау басталмай тұрып, ел ішінде ең қызу талқыланған текетірес Арман Шораев пен коммунистер атынан Ермұхамет Ертісбаевтың арасында өрбіген еді. Шораевтың өзі Астанадағы 22-ші сайлау учаскесіне келіп, журналистерге берген сұхбатында Тоқаевқа сенгісі келетінін айтқан болатын. Маған тең келетін қарсыласым жоқ. Ол жерде әлгі бір инстасамка бар, бір тағы біреулер бар. Жалпы намысыма келеді де, енді бәйгеге шықтым ғой. Бір жөнді, мықты, салмақты, мен де алатын ер шықса деген сияқты. Өкінішке орай аманатта да, билікте де ондай маған тең келетін кандидат таба алмады. Әрине сенем, 1000% сенем өзімнің жеңісіме. Ал оның даулы оппоненті Ермұхамет Ертісбаев кешке қарай ғана дауыс берді. Халық партиясының көшбасшысы қазіргі сайлау бұрынғылардан айтарлықтай ерекшеленетінін айтады. Жүйе өзгергенін, мажоритарлық жүйеден аралас жүйеге көшкенін, сайлауға партия өкілдері ғана емес, өзін-өзі ұсына алатын қоғам басшылары да жіберілгенін сөз қылды. Осының барлығы қатысушыларға үлкен ынта, жеңіске деген жігер қосқанын атап өтті. Мүмкін бұл еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылындағы ең қызықты, мазмұнды және нағыз бәсекеге толы сайлау болған шығар. Біз саяси ел болдық, біз әділ жаңа Қазақстанды қалаймыз, деді Ертісбаев. Ұлыс медиа Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі миссия басшысы Оуэн Мөрфиден сайлау барысын, туындап жатқан заңсыздықтарға ұйымның реакциясын сайлау болып жатқан күні сұраған болатын. Оның айтуынша, ОБСЕ өкілдері сайлауды ақпан айынан бері бақылап келеді. Жалпы бұл үшін ұйым атынан 350-ден астам бақылаушы Қазақстанның өңіріне аттанып байқаушы миссиясын атқарған. Халықаралық байқаушылар кандидаттардың сайлау алдындағы науқаны қызу болғанымен, бұқаралық ақпарат құралдары науқанды үстірт жариялады деп есептейді. Цензура мен жүйелі репортаждардың болмауы сайлаушылардың саналы таңдау жасау қабілетін төмендетті, дейді. Журналистер халықаралық бақылаушылардан сайлаудағы әділетсіздіктер жайлы кешелі бері тарап жатқан фото және видео материалдар туралы пікірін сұраған. Алайда олар бұл ақпараттың рас өтірігі әлі тексерілу керектігін, тексерілгеннен кейін растығы расталса, қорытынды құжатқа енгізілетінін айтты. Шетелдік бақылаушылар дауыстарды есептеу мен қорытындысын шығарған кезде проблемалар болғанын хабарлады. Журналистер олардан сайлау кезінде қандайда бір заңсыздықтарға куә болдыңыздар ма деп сұрады. Миссия жетекшісі Оуэн Мөрфи дауыс санау мен қорытындысын шығарған кезде белгілі бір заң бұзушылықтар болды және оған теріс баға бердік, деді. Біз 128 сайлау учаскесін 58-ін бақыладық. Деректерді салыстырып тексеру жағында да мәселелер туындады. Осының бәрі сайлаудың ашық өтпегенін көрсетеді, белгілі бір сұрақтар туындатады, деді Мөрфи. Халықаралық бақылаушылар толық қорытынды 2 аптадан кейін шығатынын мәлімдеді. 20 наурыз күні мәжіліс депутаттығына тәуелсіз кандидаттар президент пен орталық сайлау комиссиясынан сайлау нәтижелерін жоюды талап етті. Бейнеүндеуді Инстаграмда кандидат Санжар Боқаев жариялаған болатын. Видеодан талап қоюшылар қатарында Мұхтар Тайжан және басқа да белсенділер барын көруге болады. Олардың пікірінше сайлау заңға сай өткен жоқ. Просто самыми грязными методами подделывают протокола, приписывают, выгоняют наблюдателей. Такого беспредела в старом Казахстане даже не было. Поэтому мы от имени независимых кандидатов обращаемся к президенту, к Токаеву, обращаемся к председателю ЦИК и хотим сказать, Касым-Жомарт Кемелевич, что такой подход к организации выборов полностью дискредитирует концепцию нового Казахстана. Сайлаудың алдын ала нәтижесіне келсек, түрлі талаптарға қарамастан 20 наурыз күні кешке орталық сайлау комиссиясы алдын ала нәтижелерді жариялады. Парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауының алдын ала нәтижелері мынадай. Аманат 53-те 90%, ауыл 11-де 26%, республика 8-де 59%, Ақжол 8-де 41%, коммунистер 6-да 8%, ЖСДП 5-те 1%, Байтақ 2-де 3%, барлығына қарсы 3-те 9%, яғни бұл жерде Байтақтың өтпегеніне назар саламыз. Ал орталық сайлау комиссиясының өкілдері журналистердің сұрақтарына нақты жауап бермей, бастарын ала қашқанын атап өткіміз келеді.
Сбрасывали бюллетени, то, что Уважаемые коллеги, нарушали права наблюдателей. я вам еще раз говорю, все, что связано с нарушением выборного законодательства, получит нашу правовую оценку. Об этом мы скажем. Мы не можем сейчас сразу же на второй день вынести свое решение. Нам нужны основания, потому что и те товарищи, и те люди, которые сейчас в отношении которых мы принимаем решение, они тоже могут подвергнуть сомнению наше решение. Нам нужны веские основания. По итогам, я вам еще раз говорю, да, по итогам рассмотрения всех обращений мы вам дадим очень такой расширенный брифинг. Ол бізге құжаттар бүкіл түсіп болғаннан кейін дайын болғанда. Әділ өтті деп ойлайсыз ба өзіңіз осы сайлау? Әділ өтпеді деген баға беру үшін бізде ешқандай негіз жоқ. Бізде кейбір заң бұзылғаны туралы мәлімет бар. Біз соны әбден анықтағаннан кейін тиісті баға бере аламыз. Жоқ, мен айтып отырмын, оның бәрін біз отырмыз, оның бәрін біз көріп отырмыз, оның бәрін біз білеміз. Жоқ дегеніңізді қалай түсінеміз? Жоқ, енді қараңызшы, міне бізде 10.223 участок бар. Соның бәрінде сондай бұзушылық бар деп айта алмаймыз ғой. Бар болғанын да қай жерде болады, қай жерде болды, соған баға бергеннен кейін біз тиісті мәлімет береміз. Мы имеем право, да, на основании закона в течение 10 дней рассмотреть и опубликовать итоги. Принять решение окончательно и опубликовать итоги. В течение 10 дней прошу дождаться. Скажите, но факты, что не везде начали вовремя подсчет бюллетеней, вами зарегистрированы? Таких фактов много зарегистрировано? Нет, я не знаю. Скажите, как мне кажется, за счет заграничных. вы можете задать один вопрос. Вот вчерашние выборы, они запомнились массовым количеством нарушений, да, которых мы не видели на прошлых выборах. Скажите, пожалуйста, вот их же было все-таки очень много. Вам не кажется, что нужно проводить перевыборы? Или вы считаете эти выборы честными? Только что представитель Генеральной прокуратуры дал информацию исчерпывающую. Бұл орайда партияларға қатысты мына сараптамаға тоқталып өтсем. Қалай десек те сайлау билік партиясы аманаттың жеңісімен аяқталды. Тіпті барлық цифрлар партияның барлық аймақта, солтүстік пен оңтүстікте, ауыл мен қалада қазақтар мен басқа да этностар арасында қолдауға ие екенін көрсетті. Сарапшылар аманат 50%-дан көп дауыс жинай ала ма, әлде оның нәтижесі 40%-дан сәл асама деп қызу талқылаған болатын желіде. Енді сайлау науқаны аяқталғаннан кейін біз билік партиясының бәсекелестерінен несімен басым болғанын және оның сайлауда жеңіске жетуіне не мүмкіндік бергенін анық айта аламыз. Бұл жерде жаңару барысында партия өз қатарына беделді жоғары адамдарды тартқаны бар. Олардың арасында Асхат Аймағамбетов, Ринат Зайытов, Мақсат Толықбай, Сергей Пономарев, Нартай Аралбайұлы, Севда Алиева сынды елге танымал азаматтар бар. Партияның ставкасы да осы адамдар болса керек. Халықтың сенген тұлғалары да осы кісілер. Түрлі билбордтарда осы адамдарды көрдік. Ал бұрынғы депутаттардың ішінен Айдос Сарым, Ерлан Сайыров, Аманжол Әлтаев партияның тізімінде қалған. Бұл сайлауда мәслихаттар мен мәжіліс депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімі 75%-ға жаңарғанын атап өткіміз келеді. Ал енді кімнің қалай жұмыс жасайтынын алдағы отырыстарда біз мұқият бақылайтын боламыз әрине. Ал енді ең қызығы, бәріміз үміт етіп күткен тәуелсіз үміткерлерге қатысты жағдай бұлай орын алды. Өкінішке орай оппозициядан ешкім өткен жоқ. Санжар Боқаев, Арман Шораев, Лұқпан Ахмадияров, Тоғжан Қожалы, Инга Иманбай, Думан Мұхаммедкәрім, Динара Егеубаева еш қайсысы. Бір мандатты 29 округ бойынша өткендердің көбі биліктегі Аманат партиясының мүшелері. Астана бойынша Аманат мүшесі Дәулет Тұрлыханов пен белгілі блогер Дәулет Мұқаев сайланды. Алматы бойынша заңгер Бақытжан Базарбек, Дат газетінің негізін қалаушы Ермұрат Бәппей және өзін ұсынған Ерлан Стамбеков өтті. Шымкенттен Данабек Исабеков пен Болатбек Нәжмеддинұлы депутаттық мандат алды. Абай облысынан Нұртай Сабильянов, Ақмола облысынан өткен Айна Мүсәрәлимова, Ақтөбе облысынан Қазбек Әлішев, Алматы облысынан Ардақ Назаров және Данияр Қасқарауов, Атырау облысынан Әділ Жұбанов, Шығыс Қазақстан облысынан Ұлықбек Тумашинов, Батыс Қазақстан облысынан
Абзал Құспан, Жамбыл облысынан Мұқаш Искандыров және Гүлдара Нұрымова, Жетісу облысынан Руслан Қожасбаев, Қарағанды облысынан Құдайберген Бексұлтанов және Арман Халықов, Қостанай облысынан Еркін Әбіл, Қызылорда облысынан Мархабат Жайымбет, Маңғыстау облысынан Еділ Жамбыршын, Павлодар облысынан Амантай Жарымбек, Солтүстік Қазақстан облысынан Еркебұлан Мәмбетов, Түркістан облысынан Қайрат Балабиев, Ұласбек Сәдібеков және Темір Қырықбаев, Ұлытау облысынан Ерболат Сатыбалдин өтті. Бұл жерде бір ремарка келтіретін болсақ, тәуелсіз үміткерлердің арасында әсіресе Бақытжан Базарбек заңгер, адвокат Абзал Құспан, белгілі танымал блогер Дәулет Мұқаевпен біз сұхбат жазған болатығынбыз. Осы сұхбаттарда бұл азаматтардың біз ашық ұстанымдарын, ашық позицияларын көрдік, естідік, үзіндісінде келтіре кетеміз. Енді депутат болған бұл азаматтар осы халықтық ұстанымын ашық айтат, пікірін ашық білдірет, халықтың мүддесін қорғайды деп үміттенеміз. Олигархтардың мүдделерін қолдайтын, мүдделеріне жұмыс жасайтын нормаларды алып тастау және оларға бөгет жасау. Біз өзіміздің жинаған терген ақшамызды құрылыс компаниясына саламыз. Ал ертең ол тұра ма, тұрмай ма? Ол үйінділердің ішінде бала шағамыздың денелері жата ма, біз білмейміз. Жағымпазданған адамдар, жарқ-жұрқ етіп, бүгін бар ертең жоқ адамдар қаншама енді? Әншілерді, бишілерді, боксшыларды 30 жылда сайлап біттік. Маймылмен маймыл болған керек па маған? Мен атым бар ғой, менің затым бар. Тайжан қарағанда менің халыққа үлкен еңбегім бар. Алия Назарбаева қалай алып алған сол жерді? Балалардың үйінен айырып, оны ол жерде таунхаус соқпақшы. Қайрат Боранбаев жер кодексінің талаптары бойынша Фурмановадан желтоқсанға дейін қоршап, ешкімді кіргізбеуге құқығы бар. Халықты қорғайтын, халықтың мүлкін қорғайтын заң болған жоқ. Оларға жаңағы заң кәдімгі мынау қағаз, шөберек, мұрныңызды былай сүртіп лақтырып жібересіз. Назарбаевтың жүйесіндегі жұмыс жасап жатқан судьялар әлі де жұмыс жасап отыр. Жауапкершілікке тартылды ма? Сағынтаев пен Байбек тартылған жоқ. Байланысты осы терроризм бабын іліп қойған жерде кездестік біз. Ол облыстың прокурорына айттық, бұл дұрыс емес екендігін. Үлкенінің өзі 16-да, 17-де бір бала бар, ішінде тұл жетім бала бар. Балалар балалықпен барып, пистолет Макаровты да, Берцинді да, басқанды алып кеткен ғой. Орыс тілді блогерлер, орыс тілді журналистер, олар алаңда болған жоқ, бола да алмайды, болса да сөздер өтпейді. Ол қазақ тілді ортаға, ол жерде сізге орыс тілінде ешкім сөйлетпейді. Осы елдің жаңағыдай нағыз егесі қазақтарға деген көзқарас өте нашар болды. Ескерткіш құлатты, Тоқаев үкімет жазалады деген. Ақ қара оп-оңай, ешкім оған ішкі себебіне үңілгісі келмейді. Жергілікті құқық қорғау органдарының барлығының басшылары, сол отбасының айналасындағы адамдар, қызмет етіп жатқандар солар. Бұл кезде енді кешірерсіз, Деке Арман күшінде жүрген азамат еді. Ол Қазақстандағы көптеген ішкі мәселелерге араласып отырған, шетелде болса да араласып отырған азамат еді. Ұлттық қауіпсіздік комитетін айтып отырмыз, соның проектісі деп айттық. Бұдан асқан қанды бізге қандай сабақ болуы мүмкін? Тендер отқан адам емеспін деп, барлық жерде тек өзімнің күшіммен, өзімнің әрекетіммен жүрген адам. Кнопочный депутат, қуыршақ депутаттары деген ұғымның пайда болғаны білесіз, е? Депутаттың да образы сол, байлықтың да образы сол, көп нәрсені біз өзгерту керекпіз. Мен бір орын үшін барып атқан жоқпын. Бір нәрсені жүрегіме байлаған адам емеспін. Ұлтқа келген кезде жанашыр азаматтарымыздың жоқтығынан, ақшаның желініп кете беретінен сен де бір күні бетін қайтады. Кейде де сұрақ қояды, сіз Ресей жақсыз ба, Украина жақсыз ба деген сияқты, я. Мен Қазақстан жақтамын. Бақаның тілін балық түсінсе де, банктың тілін халық түсінбейді деймін де, мысалға. Көрдіңіз ба? Сондықтан ұнамай ма? Өзі тегін ақпарат іздеу керек, адам іздену керек. Уақытында мектеп салмағандар кейін түрме салатын болады дейді. Мен ұрпақ тәрбиелегім келеді. Бірде бір тиын алған емеспін. Тек өзімнің жалақымды ғана алдым. Қазір сол студенттердің қасында менің бетім ашық. Минимум 100 миллиардқа біз сол жас отбасыға арналған бағдарламаны жасауымызға болатын еді. Біреуге ескерткіш орнатпай-ақ, біреудің шашбауын арнайы көтермей-ақ, біреудің бір жеріне кірмей-ақ та депутат болуға болады. Азаттық радиосының хабарлауынша Қазақстандағы сайлауға наразылар Гагадағы қазақ елшілігі алдында акция өткізген. 20 наурызда Гага қаласындағы Қазақстан елшілігі алдында 2 адам қазақ билігін жалған сайлау өткізіп жатыр деп сынап ғимаратқа жұмыртқа лақтырған. Ал акцияға қатысқандар Қазақстан түрмесінде
Қазір отырған Ержан Елшібаев, Ермек Нарымбай, қаңтар оқиғасынан соң көп жылға сотталған Қазыбек Құдайбергенов, Нұрсұлтан Исаевтардың суретін ұстап барған. Акциядан түсірілген видеоларды Фейсбуктегі парақшасында жариялаған Қымбат әбе өзін қаңтар оқиғасынан соң елден кеткен Қазақстан азаматымын деп таныстырды. Бұрынғы саяси жүйе өзгермеді. Қазақстанда әлі күнге саяси тұтқындар бар. Оларды ұрып соғып, азаптағандарды жазаға тартып, қаңтар оқиғасын әділ тергеу керек деді ол. Қымбат әбеудің сөзінше, полиция оларды акция өткізу тәртібін бұздыңдар деп әкетіп, 3 сағат ұстаған соң ескерту жасап босатқан. Ал сайлауда ұтылған қазақстандық оппозиция өкілдері өз наразылықтарын әлеуметтік желілерде белсенді жазып жатыр. Мәселен, Алматыда 4-ші округ бойынша сайлауға түскен Санжар Боқаев хаттамаларды жария жасап, өзінің жеңіске жеткенін алға тартып отыр. Ал бұл округта Ерлан Стамбеков деген белгісіз біреу өтіп кеткен. Оппозиция өкілі Инга Иманбай сайлауда дауыс санау барысында заң өрескел бұзылғанын мәлімдеді. Мәжіліске кандидат бұл жөнінде баспасөз мәслихатын өткізіп арнайы жария етті. Оның сөзінше, Алматыдағы 533-ші сайлау учаскесінде төраға сенімді өкілмен қайта-қайта сөзге келіп, ақыры бюллетенді санауға 3 минут қалғанда залдан қуып тынған. Бір жағдайда хаттаманы бермес үшін менің сенімді өкілдерімді қуған, басқасында сенімді өкілге күші жетпегендер бюллетен толық апталып қашпақ болды, дейді кандидат видео дәлелді көрсетіп. Ал сайлау қорытындысымен келіспеген үміткер Думан Мұхаммед-Кәрімді ашық протест айтты. Халықты наразылық танытуға шақырды деп полиция 25 күнге қамаққа алды. Бәрі бос сөз болып шықты. Тәуелсіз кандидаттар хаттамалардың 10%-ын ғана алған. Алматыда мәжіліс пен мәслихаттарға тәуелсіз кандидаттардың арнайы баспасөз мәслихаты да өтті. Естеріңізде болса, қанды қаңтардан кейін билік демократияландыруға, жаңа Қазақстанды құруға, реформалар жасауға уәде берді. Мұның бәрі бос сөз болып шықты. Жұрт парламенттік сайлауды күтті, әділ өтетініне сенді. Міне сайлау өтті. Осы уақытқа дейін біз хаттамалардың барлығына қол жеткізе алмай отырмыз. Дәлірек айтқанда, олардың небәрі 10% ғана қолымызға тиді. Мұндайды қайдан көрдіңіздер? Интернетте бюллетендердің уыстап салынғаны жайлы видеолар толып жүр. Дауыстарды санау процесіне ешқандай бақылаушыларды жібермеді. Сайлау осылай өтті. Біз жаңа әділ Қазақстанды көріп отырған жоқпыз. Билік халықты алдаған кезде мұның соңы жақсылықпен аяқталмайды, деді Мұхтар Тайжан. Ал тәуелсіз үміткер журналист Әсет Матаев сайлаудан кейін қалған жағымсыз әсер деп былай деп мәлімдеді. Мен бұл сайлауды заңды деп мойындамаймын. Дауыс берушілердің көпшілігі жергілікті әкімдіктердің қай кандидаттарды сайлауға мәжбүрлеп қатыстырғанын біледі. Әскери объектілер мен жабық мемлекеттік органдардың учаскелерінде дауыстың 98% билік ұсынған кандидаттарға берілді. Барлық аймақта сайлауға қатысты наразылық бар. Осы сайлаудан кейін биліктің беделі төмендеді. Сайлауда жасалған заң бұзушылықтар халықтың дауысын ұрлау деген сөз. Астанадағы сайлауға жауапты шенеуніктер әділетті Қазақстан идеясына сатқындық жасаған үшін орындарын босатып, отставкаға кетуі тиіс. Дауыс берушілердің және бақылаушылардың құқығы бұзылған жабық учаскелердегі сайлауға тыйым салу қажет. Нәтижесін мүлдем жою керек. Жас бақылаушыларды ұрып соғу, оларға қысым көрсету, осының салдарынан жаңа буын мемлекетке өкпелеп қалуы мүмкін. Адамдар келесі сайлауға мүлдем бармайды. Бұл алдау мемлекет пен қоғамның тұрақсыз болуына алып келеді. Учаскелік комиссия мүшелері тек мемлекеттік органдардың қызметкерлерінен ғана емес, қоғамдық ұйымдардан да құрылуы тиіс. Электрондық жәшіктер сайлаушылардың дауыстарын қайта санауға түрткі болуы қажет. Берілген дауыстарды бұрмалау парламент пен депутаттарға беделді орган болуға мүмкіндік бермейді. Парламент үкіметті бақылай алмайды және халық пен елге қажет заңдарды қабылдай алмайды. Парламенттің үкіметке тәуелді болуына орай билік тармақтары арасындағы дисбаланс тұрақсыздыққа әкеледі. Салдарынан резонанстық оқиғалар қайталанып, қаржы өндіріс тобы билікке келеді. Қазақстан жаңа, ал іс-әрекеттер ескі деп мәлімдеді Әсет Матаев.
Құрметті оқырман, енді сайлаудың ресми қорытындысы наурыздың соңында жарияланады. Өздеріңіз білесіздер, мен жеке басым осы жолы мәжіліске қалайда тәуелсіз үміткерлердің барынша көбірек өтуіне жан салдым. Дегенмен сайлауға халықтың 50%-дан астам ғана қатысқан, Алматыда 20%-дан астам ғана. Белсенділік мүлдем жоқ, ал онда өзгеріс қалай келеді? Жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан бір күнде пайда болмайды. Өзгерісті де өзімізден бастағанымыз абзал. Заң шығарушы орган мәжілісте қазақтың қамын, елдің мүддесін ойлайтын болмысы қазақ саясаткерлердің көптеп болғанын қалаймыз. Бірақ бұл орайда халықта Америкада, Еуропа елдері сияқты сайлауға белсенді қатысу керек еді. Осыны назарға салғым келеді. Амандықта жүздескенше.